Татлы түшлер мевсімі. Аюв құлақ, екінші қызым. Күнлерден бір күн бала анасына: «Анам, сіздің анаңыз бабаңыз жоқ му? Не үшін мындан шықмай отырасыз? Не үшін анаңызға бабаңызға бармайсыңыз?» деп сұрай. Завалы келін териян ақ чығып, башына келіп кечкен аларыны оғлына аңлата. «Ей балачығым, менің бұл қаяқ қуышындан шықмай яшағаным 8 ел қадар олды. Лекен шықманың чаресі жоқ. Көресің ме? Сенің бабаң қобаның ауызына балабан бір қаяны саба ерлештіріп кете. Бірді тап ақшамала. Мен есе қаяны açıp оламайым. Бұл қаяны açmak үшін 40 адам керек. İşte onun үшін отырам», деп ağlay. Бала индемей. Ақшам бабасы келе, отырышалыр, сон яталыр. Аюв сабакені эвілкісі кыбы, қобаның алдынан балабан бір қая ерлештіріп кете. Бабасы кеткен сон оғлу анасына: «Айды анам, сойве ақрабанызға кетейік», дей. Анасы оғлына: «Біз бұл қаяны açıp чықамамыз. Ондан да ғайры мен бабандан қорқам. О бізні yolda көрсе, ikimizni de öldürür», дей. Бала анасына: «Ана, сіз бір şeyден қорқмаңыз», деп қобаның ağzındaki taşını бір пармағымен итеп ача ve anasına çıkması için rica ете. Oğlunun cesaretini көрген анасы шаша ve қобадан тышқа çıqa. Олар аналы бабалы көйге doğru кетелер. Біраз кеткен сон, оғлеріне қарт Аюв рас келе. «Аман қадының үстіне атыла ве, сен қайда қачасың?» деп оны боғмақ істей. Оғлу анасыны бабасының қолындан құртармақ істеп бабасына: «Бабай, біз сізні қаршылап шықтық. Анам қабатлы дегіл», деп бабасының ачуыны ятыштыра ве кенардaki қиыш пелет терегінің көстеріп текрар: «Бабай, шу терекнің түбінде біраз yorgunluğımızны сабыштырған сон, бері-бір евге қайтармыз», дей. Бабасы терек түбіне отырғаны кыбы, оғлан пелеп терегіні оның үстіне абдара. Қарт Аюв терек түбінде олып қала. Анасының Аюв құлақ қарбабасына кетелер. Қызыны көрген ана ве бабасы пек яман қуаны. Қызының анасы оның янында отырған ярысы инсанға, ярысы Аювға ошаған баланы көстіреді. «Я бұл не?» деп сұрай. «Бұл менің оғлым», деп жауап бере, ве башына келгенлерінің эпосыны анасына ве бабасына бірлі-бірлі екайы еті. Қыз анасы ве бабасының бірлікте яшай. Аюв құлақ да оларының янында отыра, ве қомшу балаларының ойнағанда, оларының я аяғыны, я елені сындырып қайта. Бір күнда Аюв құлақ бір баланың аяғыны сандыра. Бұл ішні көйінің башына айталар. О қыздың бабасына: «Я торыңызны тәрбие ет, я да өзіңізні көйден көчірірім», дей. Қар тәрбие етмек үшін Аюв құлақны мектепке бере. Ләкин Аюв құлақ анда да кімсеге баш бермей. Не ожа, вене де башқа бір кімсе, оның чаресіні тапамай. О пек ярамазлана, әр бір ойында арқадашларыны ене. Илле оларның бірді-бірісінің я аяғыны, я да еліні сындыра. Кені қартқа шикаетлене башлайлар. Қарт чаре тапмағындан көйнің башына: «Мына бала, не япсаңыз япыңыз, мен оның чаресіні тапамайым», дей. Көйнің башы: «Мен саңа оның қолайны огретейім. Ойле япсан, сен де құртылырсың халықта». Оны көйнің о яғында аждира йыланларынан толу ве адам бармасы мүмкін олмаған бұйықдаға одынға йолла. Татлы түшлер мевсімі.